музыкант болған адам ғой Ағайда. Бұл кейін Мағжанға да жалғасқан. Задаевичтің кітаптарын қарап отырсаңыз, 20-шы ғасырдың басында Задаевичке ән бергендердің дені сол кездегі Алаштың аяуларын қарап отырсаңыз, ешқайсысы музыкаға қатысты емесі жоқ. Қаныш Сәтбаев, былай қарасаңыз, инженер 25 ән береді. Сәкен Сейфуллин, былай қарасаңыз, сол кездегі әкімшілік қызметте жүрген адам 9 күй береді, 4 ән береді. Уәлидің қызы Майра 14 ән бергенде, Ахмет Байтұрсынов 36 ән береді. Ол Семейде жүргенде Семейдің әндерін, Торғайда жүргенде Торғайдың әндерін береді. Оны айтайын деп отырғаным, жалпы музыкадан, поэзиядан ешқашанда мынау елдің қамын ойлаған адам одан алыс болмағандығының көрінісі. Оны айтатын алдында сол Абай неше ғасырда толған отырғанда қолында домбырасын ұстап отыратын жайында Турағұлдың естелігін өздеріңіз білесіздер. Сол Абайды домбыраға қол соқпа, шымырлады бір-бірлеп, жүрегім соқпа кел, тоқта жас келер, көзге жүрлеп. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімде де көрсең бәрі дос. Махаббат қызық малмен бақ, көрінуші еді дос құртақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма еңдай сондай жар. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті ау құрғырлар. Өзіме жас бер жылайын, талап бер сабыр қылайын.